Армысыздар, құрметті ұстаздар мен студенттер. Бүгінгі тәуелсіздік тірегім Қазақстан жүрегім атты онлайн түріндегі тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Тәуелсіздік қасиеті құнарым, тәуелсіздік жарқыраған шынарым. Тәуелсіздік бар бақыттың бастауы, тәуелсіздік ұлтың менен ұраным. 1986 жылы желтоқсанда отты оқиға өтті. Еліміздің егемендігін аңсаған жастар алаңға шықты. Желтоқсан желі дауылға айналды. 1986 жылы 16 желтоқсанда жергілікті уақыт сағат 10 шамасында Қазақстанның жаңа тарихының бастауы мен болашағының жолайрығы болған Республикалық орталық комитетінің 5-ші пленумы өтті. Осы пленумда Дінмұхамед Қонаевтың орнына көріп білмеген Колбинді бір ауыздан сайлады. 17 желтоқсан жергілікті уақыт шамамен 7-8 шамасында Брежнев атындағы алаңға жастардың алғашқы тобы шоғырлана бастады. Барлығы 200-300 адамдай. Қолдарында айқара көтерген ұрандары бар. Ұлт саясатының лениндік принциптерін сыйлауды талап етеміз. Әр республикаға өзінің президенті, Қазақстан жасасын деген сияқты қазақ-орыс тілдеріндегі жазбаларын ұстап, өткінші жұрттың назарын еріксіз аударғандай еді. Желтоқсан оқиғасы еске алған кезде әуелі сөз жоқ. Жеткілдеп келе жатқан ағаларымыз бен апаларымыздың тағдырын жас ұрпақтай жапырып, өктемдік пен өстемдіктің табанның астына тастаған қайғылы да, қаралы да күн ерексіз еске түседі. Желтоқсан оқиғасы осы бір ауыз сөзден әлі күнге дейін ызғып өсіп келеді. Оны еске алған сайын арқымызда аяз, маңдайымыздан мұз, табанымызды сызып қарғандай күн кешкендеріміз рас. Өйткені ол күллі әлемді дүрсілдеткен күндер еді. Айналайын алтын әнім, жас өркені халқымның. Желтоқсанды шындық жырын жырлаймын деп шарқ ұрдың. Желтоқсанды егеменді ел болсақ деп талпындың. Кеудеде әлсіз жатыр сол кездегі салқының. Айналайын, жас өркені халқымның. Желтоқсанда үзілген жас буындар, елін жерін қорғады, ұмытпаңдар. Ұмытылмас мәңгілік батырларды, қазақ елі әрқашан мақтан тұтар. Батыр аға апалар ұран еткен, бейбіт ел боп қалса деп арман еткен. Қазақстан тәуелсіздік ел болғанда, қайрат ләззат сәбиіне қамын төккен. Қазақстан елім бар мақтанарым, Қазақстан жерім бар шаттанарым, көк аспанда желбіреп көк байрағым, туып өскен жерімді мақтағаным. Туған жетіп жүректері лүпілдеген, ержүрек ұл қыздарды мақтан еткен, тәуелсіз қазақ жерім байтақ өлкем, әр ұлттың өкілдері пана еткен. Қол жеткізіп бұл тәуелсіз күнге де қалай асау белдерден өткеніме, бұл елтаңба әнұран рәміздерін Қазақстан елінің көзі еткен. Өсер елдің қасиетті де бірлік болмақ қалауы. Лаула, лаула желтоқсанның мұзды жаңа алабы. Өздерінің ар-намыс өркені бар елді. Ешқашанда ештеңеге тиіспеуіш жалауы. Болашаққа серпіннік, көкке тады бір күн жұрт. Тәуелсіздік ынтымақ, тәуелсіздік еркіндік. Қалай басқа байрақтарды